Бұл шаһарымыздың ортасында орналасқан Жібек жолы саябағы. Аталмыш саябақтың күзет қызметкерлері редакция ұжымына хабарласып, өз шағымдарын айтқан болатын. Шағымның мәні айлық мәселесі. Түйінді тақырыпты зерттеу барысында бірнеше мәліметтерге көз жетті. Толығырақ сюжетті тамашалаңыз. Бұл қоғамдық ақылы жұмыс бағдарламасы бойынша еңбек биржасы негізінде жұмыс атқарып жатқан Жасыл Түркістан мекемесінің жұмысшысы. Айтуынша, жұмысшылардың айлығы уақытылы да түспейтін көрінеді. Біз айлығымызды жекеменшік өз айлығымызды құқығымызды президенттің жарлығы бар. Ең төменгі айлық 85 мың болсын деген. Оған біздің Жасыл Түркістан аймағымен жұмыспен қамту орталығы, мансап орталығы оларға қарсы келіп, біздің айлығымызды, еңбек ақымызды бөлектеп бермей отыр. Мысалы, былтыр біз жылдан 85 мың алып келдік. Оны қазір дәл биылғы жылдан бастап, оны түсіп тастап, 74 мың осындай алып қойды. Мысалы, кеше мен өз басым февраль айында февраль айының 28 күні жұлдызы күні 52 мың бір түсіреді, 29 күні тағы 52 мың тағы бір түсіреді. Ал одан кейін енді март айының айлығында 19 мың бір түсіреді. Бұл не деп сұрағанымызда, былтырдан бері сіздер подоходтарына ұстамапсыз, подоходына ұстап қалдық дейді. Сонда бұл жылдың подоходы мен келесі жылдың подоходына қалай соған ақылар бар сонда? Біз соны ақ қарасын шешіп беруіңіздер осы ұжым атынан сұранамыз. Әлі осы тиісті мекемелерге біз арыз шағымызды бердік. Еңбек қорғау бөліміне арыз бердік, прокуратураға арыз бердік, Жасыл Түркістанға Құндыбаев Ағаділгі мырзаға оған да арызымызды бердік. Осы біздің еңбек ақымызды шешіп беріңіздер деп осы жалақымызды. Әлде де бұл жылда болмаса, бұдан да жоғары жаққа Республиканский бар, областной бар. Оған дейін даже президентке дейін шығуға соған дейін шығамыз. Журналистік зерттеу барысында соңғы 3 жылда аталмыш мекеме бюджетіне қалалық әкімдіктен 15 миллиардтан астам қаржы қаралған. Дегенмен мекеме жұмысшылары айлық таппай тәлтіреп жүр. Аталған соманың ішіне қаламыздағы санаулы саябақтардың күтімі мен жұмысшылардың айлығы кіреді. Түсініксіз түйін болып тұрған мәселе бұл емес. Жұмысшылардың айлығын еңбек биржасы арқылы төлейтін болса, бұл жұмысшылардың келісім шартқа не үшін Жасыл Түркістан мекемесімен отырды? Сондай-ақ жұмысшылар мен жауапты мекеме арасында келісім шартқа көз салғанымызда, ондағы жұмыс уақыты таңғы сағат 9:00-ден кешкі сағат 19:00-ге дейін деп бекітілген. Дегенмен қызметкерлердің айтуы мүлде бөлек. Сіздер сонда қазір келісім шарттағы жазуымен өздеріңіздің қазір істеп жатқан жұмыстарыңыз сай келмейді деп тұрсыз ғой? Сай келмей жатыр бізге. Онда ешқандай сай жоқ. Өткен борада 40 сағат, аптасына 40 сағат деп жазылған. Праздник төленбейді. Суббота, воскресенье демалыс деп берілген бізге. А ол демалыс бізде ешқандай жоқ. Мұны бүгін сағат 8-де келдік, ертең сағат 8-де тапсырамыз сөткімен. А ол түнде халық сағат 1-де шыға ма, 2-де шыға ма, 3-де шыға ма, общественный место болғаннан кейін бәрін қадағалап біз өзіміз шығарып аламыз халықтың бәрін. Содан кейін барып воротаны жабамыз. Міне, түйінді тақырыптың тағы бір шешілмей тұрған тұсы осы. Мәселенің мәніне жетіп, отбасын асыраушылардың талаптарын орындар деген үміттеміз. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпарат пен жедел жаңалық.